Сен ян ойлап көрдің бе, қарапайым дәріханадағы құралдар күнделікті өмірде сені қалай құтқара алатынын? Бүгін сен өз дәріханаңда бар таңғажайып майдың, левомиколь майының күтпеген 10 түрлі қолданылу жолдарын білесің. Бұл құралдар бұрыннан белгілі, бірақ олардың мүмкіндігі тіпті тәжірибелі адамдарды да таңғалдыра алады. Кеттік, осы майларды қалай дұрыс қолдану керек екенін және олардың қандай күтпеген емдік қасиеттері бар екенін анықтайық. Сен білесің бе, бұл майлар қашан шынымен жұмыс істейді, ал қайсысы тек айлакер фармацевтердің маркетингтік тәсілі ғана. Бейненің соңына дейін сен өз проблемаңа сай майды дұрыс таңдауды және оны тиімді пайдалануды үйренесің. Соңына дейін бізбен бірге бол, өйткені осы арзан, бірақ өте тиімді майлардың барлық құпияларын білесің. Левомиколь майы табандағы қатайған теріні жұмсартып, жарықтарды жазуға тамаша көмектеседі. Бұл жарықтар көбіне терінің құрғауы мен зақымдануынан пайда болады. Мысалы, артық салмақ табанға көп қысым түсіргенде жарықтар туындайды. Табанды сау қалпына келтірудің жолы мынандай. Ұйықтар алдында аяқтарыңды жылы сумен және жұмсақ сабынмен жуып, жақсылап құрғатып ал. Содан кейін табанға левомиколь майын қалың етіп жақта, таза мақтадан тігілген шұлық ки. Майды және шұлықты түні бойы аяқта қалдыр. Осыны қайтала. Ұсақ жарықтар жазылады. Өйткені бұл май тіндерді қалпына келтіру қасиетіне ие. Ал егер жарықтар терең қанап тұрса және емге көнбей жатса, басқа құралдар қажет болуы мүмкін. Неліктен левомиколь майы фурункулдарға көмектеседі? Себебі май кешенді әсер етеді. Антибактериялық және қалпына келтіруші қасиеттерді біріктіреді. Бұл оны әрбір дәріханада таптырмас құрал етеді. Іріңді жаралар мен фурункулдар кезінде левомиколь майы іріңді шығарып, жараның тез жазылуына көмектеседі. Өйткені оның құрамында антисептик бар. Іріңді жаралар мен фурункулдар көбіне бактериялық инфекциялардан пайда болады. Фурункулдан немесе іріңді жарадан құтылу үшін зақымдалған аймақты антисептикпен, мысалы сутегінің асқын тотығымен тазалау қажет. Содан кейін левомиколь майын стерилді дәке бетіне жағып, жараға немесе фурункулға қой. Бинтпен немесе пластырмен жақсылап бекітіп, таңғышты күніне 1-2 рет ауыстыр. Назар аудар. Егер бірнеше күн ішінде жағдай жақсармай, фурункул кетпесе, немесе жарадағы ірің күшейсе, міндетті түрде дәрігерге бару қажет. Левомиколь майы 70 жылдардың соңында ойлап табылған және содан бері жәндіктердің шаққан жерінде таптырмас құрал ретінде қолданылып келеді. Егер сені мошка, сона, ара, шыбын, маса немесе басқа жәндіктер шағып, теріде күшті реакция пайда болса, левомиколь жақ. Бұл май жәндік сілекейіндегі аллергендер тудырған қышуды және қабынуды басады. Қалай қолдану керек? Алдымен шаққан жерді таза сумен және сабынмен жуып, содан кейін аздап майды жағып, теріге ақырын ысқыла. Күніне 3 рет шаққан жерге май жақ. Қышу мен қызару кеткенше. Бұл көмектесуі тиіс. Бірақ егер шаққаннан кейін күшті аллергия немесе ісіну пайда болса, тек май жеткіліксіз. Антигистаминдік дәрі қажет болады. Көптеген адамдар левомикольдің тағы бір қасиетін білмейді. Қозғалуы шектеулі, ұзақ уақыт жатуға мәжбүр адамдарда май төсек жараларының пролежень пайда болуына жол бермейді. Егер сенің туыстарың арасында ұзақ жататын адамдар болса, олардың терісін үнемі қарап тұр. Терідегі ұзақ қысымның әсерінен қызару немесе тітіркену байқалса, бірден левомиколь майын жағып, үстінен стерилді дәке қой. Майды таңертең және кешке жақ. Ал адамның дене қалпын әр 2 сағат сайын өзгертіп отыр. Сонда терідегі қысым азаяды. Левомиколь төсек жараларына жақсы әсер етеді, өйткені ол тіндерді қалпына келтіру қасиетіне ие. Бірақ егер төсек жаралары терең болып, зақымдану үлкен болса, басқа дәрілер қажет болуы мүмкін. Левомиколь операциядан кейінгі тігістерді жазуға көмектесе ала ма? Я, бұл май тіндердің қалпына келуін жылдамдатып, жараның кез жазылуына және инфекцияның түспеуіне ықпал етеді. Өйткені оның антисептикалық қасиеттері бар. Левомикольдің емдік әсерін толық пайдалану үшін
Операциядан кейінгі тігістерді антисептикалық ертіндімен жуып, содан кейін майды жұқа етіп, тігістерге ысқыламай жағыңыз. Үстінен стерильді дәке қойып, таңғышты күніне кемінде 1 рет, ал жақсысы 2 рет ауыстырған жөн, тігістер толық жазылғанша. Бірақ мұқият болыңыз. Егер қабыну немесе іріндеу байқалса, тек маймен емдеу жеткіліксіз. Дәрігерге қаралу керек. Кередегі безеуден де күрделі мәселелерде левомеколь көмектеседі. Егер сізді псориаз сияқты созылмалы тері ауруы мазаласа, левомеколь майының көмегімен теріні қалпына келтіріп көруге болады. Бұл майды псориаз кезінде кешенді емнің бір бөлігі ретінде қолдануға болады. Ол қабынуды азайтып, зақымдалған тіндерді қалпына келтіру арқылы теріні тезірек жазуға көмектеседі. Псориазға тән қызыл дақтар мен терінің қабыршақтануы байқалған кезде, левомекольді зақымдалған жерге жұқа етіп жағып, сәл ысқылаңыз. Бұл процедураны таңертең және кешке жасаңыз. Ал егер дәрігер басқа дәрілер ұсынса, оларды бірге қолданыңыз. Барлық артықшылықтарына қарамастан, левомеколь майы қосымша көмек ретінде өте пайдалы. Бірақ псориазды емдеудің негізгі құралы бола алмайды. Білесіз бе, левомеколь әлемдегі ең жиі қолданылатын дәрілердің 10-ығына кіреді. Неліктен ол соншалықты танымал? Бұл арзан май қабынуды азайтып, геморрой кезіндегі жарықтарды жазуға көмектеседі. Себебі ол 1-2 әсерге ие, қабынуға қарсы және жазылуды тездететін. Геморрой кезінде түйіндер пайда болып, оларға тию өте ауыртпалықты. Емдеу үшін алдымен жылы сумен және сабынмен абайлап жуынып, жұмсақ сүлгімен теріні құрғатыңыз. Содан кейін левомекольді стерильді дәке бетіне жағып, қабынған жерге қойыңыз. Таңғышты күніне 2-3 рет ауыстырып отырыңыз, белгілер басылғанша. Ал егер геморройдың түрі ауыр болса, қосымша дәрілер қажет болады. Неліктен левомекольді бетке жағады? Бұл майды беттің қабынған бөліктеріне нүктелік түрде қолдануға болады. Әсіресе безеу мен ұсақ іріңді бөртпелерге. Мұндай бөртпелер әдетте тері тесіктерінің бітелуінен және бактериялық инфекциялардан туындайды. Қалай қолдану керек? Ұйықтар алдында теріні жұмсақ тазартқышпен жуып, құрғатыңыз. Содан кейін аздаған левомекольді безеудің үстіне ғана жағып қойыңыз. Түнге қалдырып, таңертең жылы сумен жуыңыз. Осыны күн сайын қайталаңыз. Бірақ егер безеулер гормондық себептерден пайда болса, бұл май көмектеспейді. Левомеколь күйік кезінде де жақсы әсер етеді. Себебі ол қабынуға қарсы және антисептикалық қасиеттерге ие. Ешкім күйіктен сақтандырылмаған, ол ыстық заттардан, химиялық заттардан немесе ток соққаннан кейін пайда болуы мүмкін. Күйік кезінде не істеу керек? Бірінші көмек – суық су. Күйген жерді 10-15 минут бойы суық сумен жуыңыз. Бұл ауырсынуды азайтып, теріні суытып, күйіктің тереңге өтпеуіне көмектеседі. Содан кейін теріні стерильді бинтпен немесе дәке арқылы ақырын құрғатыңыз. Күйген жерге левомекольді қалың етіп жағып, үстінен стерильді дәке қойыңыз. Майды күніне 2-3 рет жағып тұрыңыз. Жара толық жазылғанша. Егер левомеколь көмектеспесе, не істеу керек? Терең және көлемді күйіктер кезінде тек осы май жеткіліксіз болуы мүмкін. Медициналық көмек қажет. Каналға қазір тіркеліңіз, жаңа видеоларды бірінші болып көру үшін. Лайк басып, бізге мотивация сыйлаңыз. Қандай видеоларды көргіңіз келеді? Комментке жазыңыз. Сіздің ойыңыз біз үшін бағалы. Әр қолдау бізге жаңа күш береді. Сізсіз бұл арна өспейді.